Сәлем достар, бүгін сіздерге жер бетінде баруға аса қауіпті саналатын топ 10 жерді көрсетемін. Бұл жерлерге кез келген адам бара бермейді, себебі өміріне үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Ал кеттік, ең бірінші каналға тіркеліп, қазақ контентін қолдап кетіңіз. Ең соңғы 10-шы орында өлім алқабы, ақш. Бұл жердің температурасы 56 градусқа дейін жетеді, су тапшы, ал ыстықтан адам бірнеше сағаттақ әлсіреп қалады. 9-шы орында Мияги Жима аралы, Жапония. Бұл жерде жанартау атқылауы жиі болып тұрады. Тұрғындар тіпті күнделікті арнайы газ тұмша тағып жүреді. 8-ші орында Эверест тауы, Непал. Әлемдегі ең биік тау. Көптеген альпинистер шыңды бағындыруға тырысқанымен, қатты суық пен оттегінің жетіспеуінен ондаған адам қаза болады. 7-ші орында Бермуда үшбұрышы, Атлант мұхиты. Бұл жерге барған кемелер мен ұшақтар із-түзсіз жоғалып кеткені жайлы аңыздар көп. Ғалымдар әлі нақты себебін тапқан жоқ. 6-шы орын Снейк Айленд, Бразилия. Бұл аралда жыландар өте көп. Әрбір шаршы метрі улы жыландарға толы болғандықтан, ол жерге баруға ресми түрде тыйым салынған. 5-ші орында Этна жанартауы, Италия. Европадағы ең ірі жанартау. Ол әлі күнге дейін атқылап тұрады, сондықтан қасына бару өте қауіпті. 4-ші орында Антарктида. Бұл ең суық материк, температурасы -80 градусқа дейін жетеді. Мұнда тірі қалу мүмкін емес дерлік. 3-ші орында Чернобыль, Украина. 1986 жылғы апаттан кейін бұл жерде радиация деңгейі әлі де жоғары. Ұзақ уақыт болуы адам өміріне өте қауіпті. 2-ші орын Сахара шөлі, Африка. Әлемдегі ең үлкен шөл. Мұнда сусыз ұзақ жүру мүмкін емес, ал күннің ыстығы 60 градусқа дейін жетеді. Ал бәрімізді қызықтырып тұрған 1-ші орын Амазонка орманы, оңтүстік Америка. Әлемдегі ең қауіпті орман. Мұнда ұлы жәндіктер, жыртқыш жануарлар және қауіпті өсімдіктер өте көп. Міне достар, бұл жер бетіндегі ең қауіпті 10 аймақ. Егер сіз саяхаттағанды жақсы көрсеңіз, осы жерлерден аулақ болғаныңыз дұрыс.